Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қостанай облысы елдіктің киелі бесігіне айналып, тұтастықты ту етіп отырған құтты мекен. Байлық тұнып, бақыт қонған Қостанай өңірі алдымен Қазақстандағы ең ірі астық өндіру ісімен белгілі. Тарихы тереңде жатқан бұл мекеннің биылғы жылы құрылғанына 85 жыл толып отыр. Қазақстан Республикасының солтүстігінде орналасқан Қостанай облысы 1936 жылы 29 шілдеде құрылды. Облыс Ресей Федерациясының Челябі, Орынбор, Қорған облыстарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды облыстарымен шектеседі. Қостанай облысының әкімшілік орталығы Қостанай қаласы. Облыс республиканы ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ететін жетекші облыстардың бірі болып табылады. Сонымен қатар магнит пен темірдің, бокситтің, алтын мен никельдің, асбест пен қоңыр көмірдің, құрылыс материалдарының, отқа төзімді балшықтардың, қыш пен кірпіш балшықтарының, құмтастардың және тағы да басқа кен байлықтардың мол қоры бар өңір десек те болады. Оңтүстік-батыстан солтүстікке қарай Торғай, Сарыөзен және Обаған өзендерінің аңғарларын қамти отырып, Тобыл өзеніне дейін жететін ұзындығы 700 км Торғай қолаты орналасқан. Суық және ызғарлы болғанмен, жазы біршама ыстық болып келеді. Десек те, қара және қызғылт қоңыр түсі облыс халқының егін мен мал шаруашылығымен айналысуына нағыз қолайлы. Бір бөлігінде әртүрлі бұтақтар мен қоса терек араласқан қайыңды шоқтар өссе, кей жерлерде қайыңды орман басым болып келеді. Құмдақ топырақты жерінде қайың мен қарағайы өскендіктен Наурызым қарағай шоқ орманының негізінде 1930 жылы мемлекеттік Наурызым қорығы құрылды. Өзендер мен көлдерге бай Қостанай облысының Тобыл, Торғай, Жыланшық өзендерінен басқа 1000-нан астам көлдердің көбі тұщы. Олар солтүстік және орталық тұстарында көп шоғырланған. Жануарлар дүниесінде жыртқыш аңдар мен кеміргіштер, сондай-ақ сан алуан құстарды мекендейді. Облыс құрамында 5 қала: Арқалық, Жетіқара, Лисаковск, Рудный және Қостанай. Оның сыртында бірнеше аудандар мен ауылдық мекендер бар. Әлеуметтік сала бойынша арнайы оқу орындары мен жоғарғы оқу орындары, бірнеше театрлар, мұражайлар, кітапханалары, мәдениет үйі, спорт мектептері, сарайлары облыс тұрғындарына қызмет жасап келеді. Облыс орталығының қаласы болып саналатын Қостанай қаласының іргетасы 1879 жылы қаланып, Новониколаевск деп аталды. 1893 жылы Торғай облысында жаңадан енгізілген Ояздық аймақтық әкімшілікке бөлінісіне сәйкес қала атауы өзгертілді. Қостанай қаласы бүгінгі таңда ірі теміржол торабы, ауыл өнеркәсібі дамыған өндірістік мәдени орталық. Қалада жеңіл және тағам өнеркәсібінің, шағын және орта бизнестің нысандары баршылық. Қостанай өңірі қазақ даласында алғаш мектеп ашқан Ыбырай Алтынсарин, алғашқы әліппенің негізін салушы Ахмет Байтұрсынов, алаш зиялысы Нұршақов Дулатов, аққан жұлдызда жарқ етіп адамзат тарихына жарқын із қалдырған Шоқан Уәлиханов сынды бірқатар ұлы тұлғалардың кіндік қаны тамған киелі мекені. Ел тарихы және мақтан тұтар тұлғалары туралы толық ақпаратты сіздердің назарларыңызға ұсынылып тұрған мына кітаптардан оқып біле аласыздар.